Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Телесабаққа қош келдіңдер. Балалар, өткен сабақта біз сендермен мәтінге жоспар құруды үйрендік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәтін түрлері. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарға жауап бересіңдер. Тірек сөздер, көмекші сөздер арқылы мәтіннің түрлерін және оның құрылымдық бөліктерін анықтайсыңдар. Балалар, өлеңді мәнерлеп оқиық. Ау, түйе құс, неге сонша сұстысың? Түйемісің, құспысың? Түйе болсаң, құсың не? Ал құс болсаң, түйең не? Бұны қалай түсінем? Бұдан қандай ой түйем? Мен айтайын білмесең, құс ішінде түйедей, бар бойымда тұр денем. Түйе ішінде түймедей, ұшқан құстай жүгірем. Әрі түйе және құс, мен боламын түйе құс. Балалар, өлең түйе құс туралы айтылған. Осы өлеңдегі пайымдау бөлігін тауып оқиықшы. Пайымдау мәтіні бір нәрсенің себебін түсіндіру, дәлелдеу екен естеріңе салайын. Қане, таба алдыңдар ма? Өлеңдегі пайымдау бөлігі түйе құстың жауабы екен. Қане, бірге оқиық. Мен айтайын білмесем, құс ішінде түйедей, бар бойымда тұр денем. Түйе ішінде түймедей, ұшқан құстай жүгірем. Әрі түйе және құс, мен боламын түйе құс. Балалар, түйе құс неге ұшалмайды? Қалай ойлайсыңдар? Түйе құстың қанаттары қысқа болғандықтан ұшалмайды. Алайда өте күшті аяқтарымен сағатына 70 шақырым жылдамдықпен жүгіреді. Бұл өзіне төнген қауіптен қашып құтылуға және шөл далада өзінің тамағын тауып жеуге көмектеседі. Балалар, берілген суреттерге мұқият қараңдар. Мұнда не бейнеленген? Мұнда бала және қоян бейнеленген екен. Балалар, қазір сурет бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бала орманнан не тауып алды? Бала орманнан қоянды тауып алды. Қоянның аяғына не болды? Қоянның аяғы сынық екен. Бала оған қандай қамқорлық жасады? Қоянның аяғын таңып емдеді. Қоян жазылғаннан кейін оны қайда апарды? Бала қоянды орманға апарды. Бала қоянға неліктен көмектесті? Өйткені қоянды көріп, жаны ашыды. Жарайсыңдар балалар, сұрақтарға дұрыс жауап бергендеріңе сенемін. Балалар, суреттер мен сұрақтар бойынша әңгіме құрап жазыңдар. Жазған әңгімелеріңді салыстырып көріңдер. Жаралы қоян. Арман бірде орманнан жаралы қоянды көрді. Қоянның аяғы сыныпты. Арман қоянды үйге әкеліп, аяғын таңып емдеді. Қоянға тамақ берді. Қоян жазылғаннан кейін оны еркіне жіберді. Арман жанашыр бала. Қоянға жаны ашығандықтан көмектесті. Балалар, біз пайымдау мәтіннің не екенін білеміз. Пайымдау мәтіні бір нәрсенің себептерін түсіндіреді, дәлелдейді. Пайымдау мәтіннің өзіне тән бөліктері бар екен. Кіріспе бөлімде дәлелденетін пікір айтылады. Негізгі бөлімде пікірді дәлелдейді. Қорытынды бөлімде қорытынды пікір айтылады. Олай болса, мәтінді оқып, пайымдау мәтіннің бөліктерін ажырататын боламыз. Құмырсқаның қыста қарны ашпайды. Өйткені ол жазда таңертеңнен кешке дейін тапқан азығын илеуіне тасып алады. Сондықтан оны еңбекқор жәндік дейді. Балалар, бұл мәтіндегі пайымдау мәтінінің бөліктерін тауып көрейік. Бұл мәтінде дәлелденетін пікір құмырсқаның қыста қарны ашпайды. Бұл пікірге дәлел болатын сөйлем
Өйткені ол жазда таңертеңнен кешке дейін тапқан азығын илеуіне тасып алады. Қорытынды пікір, сондықтан оны еңбекқор жәндік дейді. Балалар, пайымдау мәтінінде бөліктерді байланыстыратын көмекші сөздер болады. Олар өйткені, сондықтан. Балалар, енді мәтінді мұқият оқыңдар. Бал арасы табиғатта өздігінен тіршілік етеді. Гүл шырынын сорып, бал жинайды. Адамдар бал арасын балы үшін қолда асырайды. Бал арасын еңбекқор жәндік деп атайды. Өйткені олар өте кішкентай екеніне қарамастан үлкен жұмыстар атқарады. Балалар, мәтінге қандай ат қояр едіңдер? Менің нұсқам бал ара. Балалар, бал арасын неге еңбекқор жәндік деп атайды? Жауабын мәтіннен тауып көріңдерші. Бал арасын еңбекқор жәндік деп атайды. Өйткені олар өте кішкентай екеніне қарамастан үлкен жұмыстар атқарады. Балалар, мәтіндегі пайымдау бөлігін көшіріп жазыңдар. Мәтінді бірге оқиық. Адам үстіме мінсе, мен алысын жақын етемін. Адамдар күшімді көреді, сүтімді ішеді. Олар қылымнан арқан еседі. Сондықтан жыл ағасы мен боламын. Балалар, бұл қай кейіпкер? Бұл кейіпкер жылқы. Балалар, енді пайымдау мәтінінің бөліктерін ажыратайық. Адам үстіме мінсе, мен алысын жақын етемін. Бұл қандай бөлік? Дәлелденетін пікір. Адамдар күшімді көреді, сүтімді ішеді. Олар қылымнан арқан еседі. Бұл бөлікті қалай атаушы едік? Бұл дәлелдеу. Сондықтан жыл ағасы мен боламын. Бұл бөлікше. Бұл бөлік қорытынды пікір. Бәрекелді балалар. Балалар, мәтінге мұқият қараңдар. Көп нүктенің орнына пайымдау мәтінінің тиісті көмекші сөзін қойып оқиық. Қоянның көздері шарасынан шығып бадырайып тұрады. Өйткені ол қарсы алдындағына ғана емес, екі қапталындағыны, сондай-ақ арт жағындағысын да бір мезгілде көре алады. Балалар, бүгінгі сабақта сендер мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарға жауап бердіңдер. Тірек сөздер, көмекші сөздер арқылы мәтіннің түрлерін және оның құрылымдық бөліктерін анықтадыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды.